қанатталды. Атыңнан айналайын қарқаралы, сеннен бұлт менен қайықтар қамада. Я, қарқаралының тарихы тереңде, ашылмаған тылсым сырлары да жетерлік. Қарқаралы мен тағдыр қарайдас, алаш қозғалысының белді мүшесі болған жерлесіміз Орынбек Бек болатын. Орекең Қарқаралыда милиция бастығы болған. Белгілі де танымал ұстаз Ленин орнында Ырысбала Молдақашеваның туған нағашысы. Бұл қойылым алаш азаматтарының рухына бағышталады. Айтымды білесің ғой мұқа. Сенің таңгенеңді сақтамасақ па деген ойымыз бар. Ол қалай болар екен? Мойнымда қоңырау бар екенін білесіз. Алаңдайтын ештеңе жоқ. Бәрінің өзін жауап береді. Темірбек Жүргеновтың өзі ыңғайлы болды. Айтшы. Хангенеден асқан кіміміз бар? Бізге керегі оның мақсат мұраты арман аңсары. Отаршылдарға қарсы табанды күрес емес пе? Тәуелсіз ел атанып, дербес мемлекет болуға толық құқығымыз бар. Темренің өзі қаласы дейсіз бе? Иә.
Көп кешіктірмей дайындықты бастап кетуіміз керек. Айтшы өзің. Айман Шолпанның мен еңлік кебегін керемет қойылды емес пе? Риза шығарсың. Иә, сәтті қойылды. Бек ризамын досым. Көпшіліктің де көңілінен шыққан сияқты. Артистеріміз де жарады. Ана Мәскеуден алдырған режиссердің қолтаңбасы қатты ұнады. Өз ісінің нағыз шебері екен. Михаилда сондықтан айтып тұрсың ғой. Ол мықты режиссер ғой. Хан келгенде де соған тапсырсақ қалай болады? Қарсылығым жоқ. Bir алып шықса, сол Михаил алып шығады. Айман мен еңлік ойнаған жас сол қыз бар емес пе? Сол қыздың өнеріне тәтті болды. Нағыз қума талады. Өз ісінің шебері екен. Иә, оны мен де байқадым. Жантарымен беріліп ойнайды. Өз ісінің нағыз шебері ғой. Айтшы өзің. Қазақта бұндай таланттар көп емес қой. Иә, көркіне көзің, өнеріне көңілің толатын осындай актрисалар керек. Театрдың көсебесін көгерткіңіз келсе, осындай талантты жастарды көбірек тартыңыз. Дұрыс айтасың. Дұрыс айтасың. Айтқандай, Қарағандыдан Жүсіпбек Елебеков деген бір жігітті алып келдім. Дауысы керім, әнді нақышына келтіріп орындай. Дауысын тыңдап, бағасын беріп көрсек. Егер көңілден шығып жатса, театрға қабылдаймыз ба деген ойым бар. Жақсы, жақсыны көрмекке деген көрейік, тамашалай болды. Қазір шақырайық. Жігіттер, Сондықтан ақыл ойынды жаналыққа. әй жігіттер, мұнда келіп. Міне, Жүсіпбек деген серіміз осы жігіт. Білеміз ғой Жүсіпбек. Сынап, әнін тыңдап көрсеңдер. Көрейік, тамашалайық. Көңілден шығып жатса, қатарымызға қосамыз. Сынайтын несі бар? Жүсіпбекте әншіні, аман көрікті дүниені шат көз есептен Ал Жүсіпбекті. Қолыңнан не келетінін көрсет. Ағымнан айналайын қарқар Аллахым, сенен жолменен айналайын Шіркін, Оп дейіз. сайыннан сайға құрылау саятатпай, мен бір жан құлым үргені Оп, бәрекелді. Қонғалы ауылымның талдау деймін, жағада ел жайлау қайын, арғау
сақлап өр. Әрине, сақлап өр. Жетелеп алып келгенің дос. Ой көретім ай. Талантты көзін ашқан қасиетім бар ау. Осының бәрі өзіңдей болса, еліміз үлкен кетер еді ау. Әрине. Қане Жүсіпбек, екі аяқың тең болсын, тағы бір әшіріп қап жүреді. О, бәрекелді. Дұрыс айтасыз. Жақсы тамақ. Даусын сондай керемет екен бауыр. Ең бастысы әнді жүрекпен айтады екенсің. Аздаған кем-кетігі бар, бірақ ондай кемшілікті біздің әміренің өзі өтіп жібереді. Дұрыс әрине. Әміре қайдыңыз? Шақыру керек еді. Келіп қалар. Ал сонымен жолдастар, Жүсіпбекті қатарымызға қосамыз ба? Әрине қосамыз. Мұндай махаббатты. Әрине қосамыз. Бәрекелді. Ендеше Жүсіпбек бауырым, біздің ұжымға қош келдің. Тек Мұхтар ағаңның айтқанын үнемі есте сақта. Біз саған үлкен үміт артамыз. Бәрекелді бауыр. Өнерің өргенсіз. Бәрекелді. Ендеше Жүсіпбек бауырым, қанатың талмай, өнерің өрге жүземіз. Сәтті тілейміз. Ендеше Мұқа, жігіттер, жұмысымызға кірісейік. Әрине. Баршаңызға сізге сәт тілеймін. Жақсы. Қашаубаевтың соңына осы шабашылар қалып түсетіндей не жазығы бар?
Шашақ, негіз демейсіз. Ал ол болса, мына сіз басқарып отырған театрдың қызметкері емес пе? Сіз оған ай сайын толық көлем жалақы төлейсіз. Ол жұмысқа келмейді. Бұны қалай түсінуге болады? Бұнда әртістерді күндіз-түні байлап ұстау міндетті емес. Біліп қойыңыз. Театрда мемлекеттік мекеме. Ендеше, тәртіп пен талап бәрімізге бірдей. Ол өнер адамы жүрегін әзіп көтер алмайды. Оны ақтамай-ақ қойыңыз. Айтпақшы, ұмытып барады екен. Халықты қанды қырғынға ұшыратқан Хамикене туралы спектакль орындалып жатыр екенсіңдер. Бұны қалай түсінуге болады? Оны кім айтты? Ол қаншырған емес. Қазақтың тарихында өзіндік орны бар ұлы тұлға. Біз не қоямыз? Оны өзіміз білеміз. Онда сенің шалған болмасын, ұқтың ба? Байқаңыз. Хан сұлтандар дәріп теңіздеп жүріп, шоқпас болып жүрмейді. Болды жетер! Сенде салғасып тұруға менің зауқымда, уақытымда жоқ. Қашаубаевтың байды екенін айтпасаң, кетпейді. Кетесің бе жоқ па? Кетпесем не істейсің? Асықпастан! Егер дәл осы жерде атып тастамасын десе, көзіңді жоғалып ол жерде. Сіз бұл ісің ішіне өкілетін боласыз. Кетесің бе жоқ па? Жоқ әлде дәл осы жерде ит жегір атылып атып тастаймын ба? Соңғы рет ескертем. Енді бұл жерге қайтып келуші болма. Ұқтың ба? Ендеше, сол баланың өзіне. не болған саған түріңе не болған? Осылап түсіндіріп айтшы. Ореке, сенен жасыратын ештеңем жоқ. Тіпті ешқандай жасыратын ештеңесі де жоқ. Несін жасырайын өзіңе? 1925 жылы жаз айы. Мен барлық ұлттық республикаларға жиналған 10-нан аса әртіспен бірге Францияның астанасы Парижге бардым. Содан. Барған бойда
Дария қонақ үйіне орналастым. Келесі күні қонақ үйге Мұстафа Шоқай келіп, арқа жарқа болып сыр шертісті. Мұстафа Шоқай дейсің бе? Иә. Екеуміз келгенде 10-15 минутте бірге болдық. Кетерін болды. Ахмет Байтұрсынбен бір жақты ұлатуға сәлем айтыңдар деп өтініш білдірді. Әлжінде Қызылордаға келгеннен кейін Байтұрсынбен ұлатуға ендеше жоқ. Оларға Мұстафа Шоқай сәлем жеткізді. Ахмет Байтұрсыновпен Міржақып Дулатовқа хат беріп жіберіпті дейді, сол рас па? Иә, ол екен рас. Ол рас. Ол хатта не жайында жазылған? Ол хат желіңдеу болды, ашып оқымадым. Ол хатты иелеріне тапсыра алдың ба? Жоқ екен. Ол хат Айдыңгүл анамда аяқ астынан ізі былай жоғалып кетті. Қанша іздесем де қойған жерін таба алмадым. Болды болған екен. Иә, ол екен. Ол хат жайында тағы кімдер біледі? Ешкім. Енді не істейсің? Қайда қашып құтылам деп ойладым. Жердің астына кіріп кетсең де құлағыңнан тартып шығарамыз ғой деп едім. Кім қашып жүр? Қашпасам қайда жүрсің? Берген уәдем қайда? Қандай уәде? Болған жайт туралы ешкімге тіс жармау туралы. Мен кімге не деттім? Не дегенді бағанадан бері мына өз құлағымызбен естіп тұрмыз ғой. Қалмысыңның үстінен дәл түсіп деп мойындағың келмейді, ә? Мойындамай қайда барасың? Қане, жүр бізбен бірге. Қайда? Қайда болушы еді? Өзің білетін жерге. Бармаймын. Неге? Білем ба сендерді естейтіндерді, бармаймын.
айтыңызшы. Ешқандай қылмыс жасамасам нені мойындауым керек? Нені? Шынымен ақ сүттен ақ судан таза болсаң, сенде не жайымыз бар? Көп сөзді ойда, жүр бізбен бірге. Бармаймын! Жайна қалдырыңдар! Жайна қалдыр! Білесіңдер мен бұл айтулы өнер қайраткері. Бейбіт жолдас, саналында бәріміз бірдейміз. Әрі бұның сіз немен айналып жүрген білмейсіз. Мұна мен ғана білемін. Егер әміре қылмыскер болса, мен де қылмыскермін. Мені қоса ұстап әкет. Дәл қазір республика басшыларының алдына бар. Әміренің қылмыскер емес екенін дәлелдеп шық. Сіз қайда барсаңыз да, сіздікі дұрыс болмай шығады. Көрде тұрып! Көрде тұрып! Дәл қазір республика басшыларының алдына барып тұрып дәлелдеймін. Онымен басқа жерде сөйлесерміз. Кеттік. Саған кесіліп дейін жүрмесе жарар еді. Шеттерден кекшін. Қандай мықты болсаң да, бұлардың қолына түсірмей-ақ қойсын. Ұрықымды сындырып құмақ, жігерімді құм қылады екен. Олар маған не істей алады дейсің? Не істей алады дейсің? Жолдастар, хан кеңесінде кесек туындыны сахналау оңай шаруа емес. Әрине, оңай емес. Асқан жауапкершілік пен еселі еңбекті талап етеді. Әрине, қанша күрделі туынды болса да, оны сахнаға алып шығуға біздің әлеуетіміз толық жетеді. Сондықтан Кенесары ханды Қалибек алып шығады. Наурызбай батырды Елубай, Нысанбай жырауды осы әмірені көрген білгендерің жоқ па? Нысанбай жырауды әмірен ойлай Жүсіпбек, жайшылық па? Жақсылық емес. Не болды? Әміреге не болды? Әміреден айырылдық.
заманның құрбаны болдың ау. иманды болсын Ореке. Біз үшін бұл ауыр қайғы болды. Асқан талант дарын еді-ау. Оның да түбіне жеттік. Біз талантты осылай бағалаймыз. Жүргін. Үйіне барып көңіл айтып шығады. Мәйіттің ауруханаға алып кетіп бермей жатқан. Ендеше не дұрыс? Ауруханаға тарт. Аруан қорғап тұр. Алимында кейде. Мені сағынатын жан бар ма екен осында? Сағынат, неге сағынбайды? Қойш, қайтадан айтшы, кім сағынат? Тоқыбайды, әпкем сағынат. Ал сен мені сағынасың ба? Әпкемші сағына аласың ба? Несі бар? Қаласам, солай да сағына. Сәулешім, сәулешім. О жүрегім. Маған үйді
оймен ойлаушы едім сен сияқты. Арманым. Тоқта. Тоқта. Осыны айтсам да, обалынан қорқам. Обалдың керегі жоқ біз жүрген сапарда. Ол мынау кеңшілікте. Бүгін бар, ертең жоқ. Ауанға бір жұтым махаббаттың ауасы кескенге кім қарсы болар дейсің? Сәулешім, сен мені шын ұғынымсың. Жарым. Жарым. Сақтанып жүрш. Өлме. Қимаймын, жарым. Қимаймын. Жанымды шуаққа бөлер керемет ойын болды. Елубайдың да, Рабиғаның да ойында тағар білім жоқ. Жарайсыңдар да келеді. Қос ғашықтың жүрек лүпілін сақына тілімен әдемі жеткізе алды. Рабиғаның құдай берген көркі өз алдына. Сақынада тіпті сұлуланып кетеді екен. Тіпті көз айыра алмай қаласың. Бәрекелді. Біздің Рабиғаш өмірді ғана емес, сахнаның да гүлі ғой. Көз тартарлық көркіні ғана емес, табиғи талантына таңдай қалып таңсырамыз. Бәрекелді. Мен қазақ халқының театр өнерін күн санап өркендеп келуіне көзім жетіп келеді. Көзің енді жеткен екен. Я ойымды. Қазақтың талантты халық екеніне көзім жетті де уайымдаймын. Қазақтың ұлы халық екеніне еш күмәнің болмасын. Еш күмәнің жоқ. Қазақ халқының театр өнері қашанда биікте екен ғой. Әлі тұрмыстың атына күмәнім жоқ. Тамаша ойнадым. Рахмет сізге. Михаил, саған да мың алғыс. Үлкен Театр үшін қызмет жасау мен үшін ең үлкен бақыт. Жүсіпбек, ағаларыңды асханаға апара бер. Жүріңіз.
Aylaş. Artıklarını görmesen, tolmay takar geçer. Bugün de tek seni görmüşüm geldim. Canımda kıynay vermeyip, özümden sokkan yürekten öpüldüm, kabul alacağım. Yat Polat. Yat Polat. Kimdi yaptı lan? Ana Süleyman. Yat Polat. Kim niye oynasa onu oynasın. Sen iyisin. Benim yüreğimde, bavulumda, yüreğimde, canımda, tenimde, gözümde, köngülümde, harımda seni arayacağım. Ben sözün emesisin adamım. Ben senin baktın başlarına böleyim diye vade vereyim canım. Ben senin şahımın söyleyeyim canım. Meni de sizді жақсы көремін. Менің де жаным сізді қалай. Жүрегім сіз деп қана соғады. Алдымда екі түп тұрса да, Құдайдың маңдай жасатқанын көріп алдым. Етегіңізден ұсталғандаймын. Сізбен бірге мені болсын көріп алдым. Соған тас бекіндім. Тіпті еркебетке ерген, еңіреттім аянышты тағдырым. Қайталасам да өкінбеймін. Söz айтып отырған аузыңнан айналайын. Алла алдында да, адам алдында да уәде беремін. Мен сені бақыттың басшыларына білеймін жаным. Маған сен жаным. Сенемін, сенемін, сенемін. Кейін сөйлесеміз жаным. Бар. О, жігіттер, келіп бардыңдар. Қалай демалдыңдар? Шүкір жақсы. Ауқаттарын астан болдыңдар жаңаша. Нұреке! Елубай аманшылық па? Темір бетті. Темірді жүрген ұстап әкет. Өз көзіммен көрдім. Айет қолына кісен сал, сүйретіп алып кетті.
күнде бір жаманды естиміз. Мына заман не болып барады өзі? Темірбек Жүргенов не білдірді сонша? Түптісін сен білдірмесін. Темірбек ұстаса, бізді де аман қоймас. Әне күнгі айтқан айдай келді ғой. Екеуміз де қара тізім келдік. Ишиттер ақынын күндіз-түн аңдып жүр. Сауысқаннан да сақ бол деп ескертіп еді ау, жарықтық. Қой, өзім атылып кетсем де Рабиғаны аман сақтап қалай. Жас қой, өмір алда. Халық жауы ретінде ұсталған қайраткерлердің әйелдерін де ұстап, азаптауға келіп айтып жатыр. Сондықтан оған жеткізген керек. Бірақ оны Рабиғаға қалай айтам? Шошытып алмайым ба? Жоқ. Қауышқанда сәуле бар қыз ғой. Мен ақтаймын үстіне. Төрем, кейін кездерде қабағыңыз бір ашылмайтын болды ғой өзі. Әбден шаршадыңыз-ау. Күндіз-түні жұмыс деп өлесіз бе енді? Демалыңызшы бір уақыт. Жаным-ау, жүрегімнің нәзік пернесін басып, өзіңе ғашық қылдырдың емес пе? Мен сені шынымен сүйдім. Құдайым, Құдайым, солай десеңізші. Солай. Жүрегімнің нәзік пернесін басар, қасем әніңді сағындым. Bir ән салып берші. Әніңді сағындым. Ән деймісіз, жақсы. Дегеніңіз болсын. Gül bakşa kömürde var semende, Teleydin bulbul eden sayrağında, En şırkap boyu жазалмай, шалқыт алмай, Қалықта қайран дүние. О, шіркін қанатталған, әніме түй салған қанатталда, бұл әнім болды жетімдағанда, өмірден өз еркімше ай, орын таппай, келіпке қанат алды. О, шіркін, әнім қалдан. Шіркін әнім. Әнің қандай тамашада. Тыңдай бергім келеді, ау тыңдай бергім. Сенімен табыстаған Аллам арасы. Сені маған тағдырдың өзі үлкен сый қылып тартты ғой. Бақыттымын жан. Бақыттымын өзі. Мен де сізді жанымдай жақсы көрем. Сізсіз өмірімді елестете де алмайым. Рабиға, Ау, төрем. Рабиғаш. Айтайын дегенім. Бүгінгі күннен бастап екеуміз бір-бірімізден ажырайтынымыз керек. Құдайым, неге? Қосылғанымыз кеше ғана емес пе?
Апамның үйіне барады. Не деп кеттіңіз өзі? Темірбек. Ілияс. Жоқ, Алаштың арысы сәкен ұстап әкетті. жоқ. Жүрегімді жамандық сезеді ау. Сондықтан мені сүйгенім рас болса, менің айтқаным түсте. Апамның үйіне барады. Жоқ, жоқ. Мен сізден ажырай алмаймын. Ұстаса бірге ұстасын, атса бірге атсын. Мен сізден ажырай алмаймын. Не көрсем де сізбен бірге көрем. Сен мені қинап тұрсың ау, Рабиғаш. Мені де қинамаңыз. Мен үшін азапқа тартылғаныңды қаламаймын, жаным. Мен үшін азапқа тартылғаныңды қаламаймын, жаным. Жоқ, Сондықтан менің айтқанымды істе. Тозақ отына шашқырылмасын десең, дәл қазір апамның үйіне тар. жоқ. Істей алмаймын. Жоқ, өлсем сізбен бірге өлем. Ақыллы. Ақылдысың. Менің айтқанымды істе. Мені сүйгенің рас болса, менің айтқанымды үнсіз орында. Төрем. Төрем. Бірақ сіз қайтып келесіз ғой, төрем. Ешқайда кетпеуі де мүмкін. Тек қауіп қылғаннан мен айтып тұрмын. Менің айтқанымды істе. Төрем. Төрем. Мен сізді сүйіп, менің сізге деген махаббатым мәңгілік. Күтемін сізді. Күт жаным. Күт. Мен ораламын. Мен ораламын.
мойындайсың ба? Söyle kızım! Şarkısını söyle dedim sana! Söyle! Olmaz. Konuşma şaşırsamalıyız. Sumaydı! Aşkına, alaş koldağı, kozlası koldağını ne rasmay? Osman'ın da mıydaysın mı? Hayt söyle kızım! Söyle! Olmaz. Olmaz. Babanızın üstaz tuttum. Ayşe, o çocuklar jinaban aşkı alaşada. Nereden hükümetke bir ömür orada? Söyle! Ay! Söyle! Şanlılarında var, sizin şöyle başlasın. Оларда қазақтың басына бақыт құсын қондырар деген үмітім болды. Kedişiz, hanginiz dikkatin yeşim oynattık? Osman ne desin kadar? Söyle! Aç, canının var mı? Söyle! Қазақтың тарихын өнер арқылы өзінде көрсеткіміз келді. Ya, solay kadar! Қанша қарашқанмен батырлар дәпті уақыты. Қазақтардың ұлттық сезімін оятып, орыстарға қарсы қойғыларың келді ғой. Хангені спектакль ойға кім бұйрық берді? Осыған не дейсің? Сөйле жанның барында! Тұр орныңнан söyle! Бұйрық шығарған өзім. Haydi! Özümde buyruk çıkartma! Özümde! Kimi tanıdın? Arnayı vurulған буржуазия, ұлттық террористі düşün болғаныңды да мойындайсың ба? Осыған не дейсің қазір? Söyle! Айтқаның бар да. Ондай үй болған естісем, құлағым керек болмас. Өзіңіздің жаныма шыман түсірді. Айттың. Шындың балам ойнатып oldu be.
Бірақ бәрібір жаңадан ғашық бола алмайды. Қанша ұзақтап қинасақ та, тіпті тірі жаныңды аңдатамайды. Қанша ұрсақ та, соқсақ та, тіпті өлімнен де қорқатын түрі жоқ. Бұрау кетке қымсады. Тастау керек. Бұның жазасы кесілген. Ол да расход. Өлім алдындағы соңғы сөзім. Бәлкім қылмысыңды мойындап, алаш көсемдермен бірге болғаныңды. Темірбек Жүргеновті, Сәкен Сейфуллиннің қылмысын ашып берсең, жазаңның жеңілденетінін ескертем. Сөйле! Үкіметке бағынышты адал, әділ қызмет етті. Өнерде барымды салдым. Театр өнер үшін барым қиямадым. Себебі театр өнерінің шоқтығы биік. Мақсатым атының биік. Халыққа кез келген қойылымның әсер ететінін білдім. Сол үшін хан кене спектаклін жылдам алып шығуға тырыстым. Себебі хан кененің мұраты басы кетті. Ол тәуелсіздікті аңсады. Империяның тас талқанын шығарғысы келді. Оған мұратын іштірмеді. Себебі сайқалдар дүріштермен опасы
Таңгеле қазақтың ділі мен тінінің тоз-тоз тозатынын, шығатынын күн бұрын білді. Мен де солай. Сондықтан хан кеңеске тәртібін жылдам алып шығуға тырыстым. Жастардың содан тәлім тәрбие алғанын қаладым. Қазақтың алдында мойындайтындай мен ешкімге жасамадым. Тек жастар біз сияқты емес, тәуелсіз елде өмір сүргенін қаладым. Ол күн туатынына мен бек сендім. Басқа айтарым жоқ. Үкімді орындауға бұйырам. Сақшы Дидар Дүйсебаев, Жұмат Шанин, Сайпен Арыстан, Елубай Өмірзақов, Ержан Біләлов, Михаил Насонов режиссер, Елдос Шыңғысов, Қалибек Қуанышбаев, Дулат Алпысов,
Ахмет Тоқтақанов, Еркебұлан Уалханов, Мұхтар Әуезов, Азат Бейсенбеков, Рабиға Есжанова, Аида Әбілқасымова, Орынбек Беков, Шанат Садықов, қоюшы режиссер, Қазақстан Республикасының мәдениет қайраткері, халықаралық республикалық және аймақтық фестивальдардың лауреаты Сламбек Жұмағали.